Ұлттық бірыңғай тестілеу түлектер үшін уайым мен жауапкершілікке толы сынақ. Дайындық барысындағы сан алуан тәсіл мен нәтиже шыққанда өрілетін мыңдаған тағдыр. Мектеп бітірумен тұспа-тұс келетін ұбт түлектер үшін жаңа кезеңнің басталуы есеюімен тең. Биылғы ұбт 2026 10 мамыр мен 10 шілде аралығында өтті. Тестілеуге 233 мың талапкер қатысып, 2 мүмкіндігін қоса есептегенде ұбт-ны 422 мың рет тапсырды. Қатысушылардың басым бөлігі ұбт-ны қазақ тілінде тапсырған. Олардың үлесі 73,1%. Орыс тілінде тапсырған талапкерлердің үлесі 26,8%. Ал 383 адам ағылшын тілінде тестілеуден өтті. Ең көп таңдалған бейіндік пәндер арасында математика, физика комбинациясы көш бастап тұр. Бұл комбинацияны талапкерлердің 18,2% таңдады. Одан кейін биология, химия 14,4% және шығармашылық емтихан комбинациясын таңдаған түлектердің үлесі 12,4%. 2026 жылғы ұбт форматы өзгеріссіз болды. Талапкерлер 3 міндетті және 2 бейіндік пән бойынша тест тапсырды. Оларға бірнеше сынақ ұбт-лары мен 2 негізгі ұбт мүмкіндігі берілген. Тестілеу тапсырмаларының жалпы саны 120. Ең жоғарғы балл 140, ал тестілеуге берілетін уақыт 4 сағат, яғни 240 минут болды. Ал 2027 жылдан бастап ереже өзгереді. Енді талапкерлер негізгі ұбт-ны тек бір рет тапсыра алады. Бұл өзгеріс енді 11 сыныпқа өткен оқушыларға әсер етпей қоймады. Бірі бұл жаңалықты үреймен қабылдаса, енді бірі дайындығын 2 есе күшейткен. Сол талапкерлердің бірі алматылық Забира Якуб. ұбт-ға дайындығын 1 жыл бұрын бастаған. Келер жылы мектеп бітіретін түлек негізгі ұбт-ның саны қысқарғанға дейін дайындыққа аса көңіл аудармағанын және өзгеріс енгізілгеннен кейін ішкі қорытындысы артқанын жасырмады. Бұйырса бізде ұбт бір рет, яғни бізде бір мүмкіндік, қалай болары әлі белгісіз. ұбт-ны уайымдап жүрмін, себебі әр баланың арманы өзінің бірінші әке-шешесін қуанту. Мен бұрында 10 сыныпта осы информат бағыты бойынша курс алған болатынмын, яғни информатика және математика, бірақ дегенмен де мен ол кезде қатты дайындалмадым, себебі ол кезде менде нақты жоспар болмады және мен көбінесе жарыстармен жүрдім. Осы дайындығыма қатты фокус қоя алмадым негізінде, бірақ дегенмен де осы 11 сыныпта қайтадан өз-өзіме келіп, 11 сыныпта қатты дайындалып жатырмын деп айтсам да болады. Жалпы мен осы ұбт-ға 5 сағатымды арнаймын десем де болады. Бірінші бейіндік пәндер және негізгі пәндер. Биыл мемлекеттік грант конкурсына 127 мыңнан астам үміткер өтінім берген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 14 мыңға көп. 7 тамызда анықталған нәтиже бойынша 75 мың талапкер мемлекеттік грант иегері атанды. Оның 60% инженерлік техникалық мамандықтарға бөлінсе, 20% педагогикалық ғылымдарға, тағы 20% өзге мамандықтар арасында үлестірілген. Аржан Смадярова, Ұрпағы Медиа.